Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат оқу сауаттылығына қатысты мәтін талдаудың 10 жолын көрсету. Сонымен мәтінді формасына, жанрына, мақсатына, аудиториясына, мазмұнына, стиліне және тіліне қарай талдау керек болады. Тілдің өзі сөз, сөйлем және мәтін тұрғысынан талданғаны абзал. Ені жеке ашатын болсақ, мәтінді талдау формасының өзі сөйлеу формасына және мәтіннің типтеріне байланысты даралануы қажет. Мәтінді жанрына қарай талдағанда лекция, монография, оқулық па, ғылыми журнал ма, диссертация ма, бұйрық па, арыз ба, өмірбаян ба, күнделік па, соны ажырату қажет. Мәтінді талдаудағы мақсатты да айқындап алғандарымыз жөн. Көзделген аудиториясын білген абзал. Түрлі жастарға арналғаны, әртүрлі әлеуметтік топтарға арналды ма, жалпы аудиторияның кең шеберлігі айқындалуы абзал. Мазмұнына келген кезде контекстке назар аударып, тарихи және әлеуметтік мәселе тұрғысынан да қарастырған жөн. Мәтінді талдауда стильге назар аударғанда маңызды. Ауызекі сөйлеу стилі ме, публицистикалық, көркем әдебиет, ғылыми стиль, ресми стиль ме, шешендік сөз болса, ол қай түріне жататынды анықтап алған маңызды. Тіліне келген кезде сөздің деңгейі қандай, сөйлемнің деңгейі қандай және мәтіннің деңгейі қандай екенін қарастырған дұрыс. Мәселен, сөз деңгейіне келген кезде лексикалық тұрғыдан және тілдік тәсілдер тұрғысынан қарастырған абзал. Сөйлем деңгейіне келген кезде құрмалас сөйлембе, жай сөйлембе, сұраулы сөйлембе, лепті сөйлембе деген сияқты. Ал мәтін деңгейіне келген кезде абзацтық құрылымға мән берген жөн. Ауызша сөйлеудің ерекшелігін де ескеріңіз. Білім пайдалы болды деп ойлаймын. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, бөлісе отырыңыз. Сау болыңыздар.